Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін гүлді дайын орамал тігетін боламыз. Ол үшін бізге осындай өлшемдегі детальдар қажет. Менің осындай үлкен өлшемдегі деталім осындай шифон матадан, лазерный шифон матасы. Ал мынау кішкентай 3 деталіміз осындай трикотаж матасынан. Видеоға барлық өлшем көрініп тұр деп ойлаймын. Мына жерде 100 см ұзындығы, ені де 100 см. Біз осыны екіге бөлеміз. Орамалға қажетті детальдарымызды мен қиып алдым. Сіздерге осылай түсіндірейін деп шештім. Бізге осындай шифон матасынан 3x3 мата керек. 3x3 етіп қиып аламыз. Яғни 100-100 өлшемдегі шифон матамызды екіге бөлеміз ортасынан осылай. Бізге біреуі ғана керек, біреуі керек емес. Орамалға қажетті 4 деталімізді осылай қиып аламыз. Біздің мынау трикотаж матамыз 42-де 12 см. Ал мынау кішкентай деталіміз 7-де 20 см. Біздің трикотаж матасынан қиылған 3 деталіміз. Алдымен біз осы екі кішкентай бір детальді осылай бір оң бетін бір-біріне қайырып, мына шеттен мына шетке қарай тігеміз. Яғни мына шеті ашық болу керек. Бір шеті ашық болу керек. Дәл солай екіншісінде осылай тігіп шығамыз. Міне мен екі детальді тігіп алдым. Енді біз осыны оң айналдырып аламыз. Екеуін оң айналдырып болған соң үтіктеп аламыз. Енді біз мына деталімізді оң бетін ішіне қалдырамыз, оң беті. Бұл арнайы матаға арналған фломастер, сосын ол өзі өшіп кетеді. Булавкамен қадап аламыз. Дәл ортасына лентамызды қойып, булавкамен қадап аламыз. Енді біз осы шетін строчка түсіреміз. Екінші жағына да дәл солай строчка түсіреміз. Мен екі шетін тігіп алдым. Енді біз осыны оң айналдырып аламыз. Оң айналдырып аламыз және ортасын тауып қоямыз. Міне біздің ортамыз. Міне біздің ең үлкен деталіміз екі қабат етіп тұр қазір. Осылай шетін бір қайырып, одан кейін және бір қайырып тігіп шығамыз шетін. Мен бірінші осылай кішкене қайырып аламыз. Осылай бір түзу етіп қайырып, мына шеті тігістің 1 мм болу керек. Осылай бүкіл шетін 3 шетін тігіп шығамыз. Міне қайырған шетіміз 1 мм болу керек. Міне оң айналдырғанда осындай. Орамалдың шетін осылай тігіп шығамыз. Міне мен 1 см етіп тігіп алдым.
өте әдемі көрінеді оң жағынан, ал теріс жағынан осындай. Біз осыны мына артық шетін жіптің қасынан қиып шығамыз. Осындай кішкентай қайшымен қиыңыздар. Үлкен қайшымен қиып, орамалды қиып аласыздар. Жіптің қасынан қиып шығамыз. Шамалы уақыт алады, бірақ өте әдемі көрінеді. Тігісіңіз аккуратно шығады. Осылай бүкіл шетін тіккеніміздің барлығын, артық шеттерін осылай 1 мм қалдырып қиып шығамыз. Міне мен осылай қиып алдым артық жерлерін. Енді біз осыны 1 мм қайырамыз. 1 мм қайырып, осы тігістің үстінен міне осындай әдемі шов болады. Арқасы да әдемі, алды да әдемі болып шығады. Соңына дейін осылай тігіп шығамыз. Орамалымыздың тігісін әдемілеп тігіп алдық. Өте әдемі болып шықты. Енді біз осыны осы екі детальді біріктіретін боламыз. 3 бұрышты орамалымыздың осындай ұзын жағын центрін табамыз. Міне біздің центріміз. Міне тапқан осы центріміздан мына жағына қарай 20 см белгілейміз. Екінші жағына да дәл солай 20 см белгілейміз. Енді біз ортасындағы тапқан центрдан жоғары қарай 40 см белгілейміз. Міне жоғары қарай, осы сызықтан жоғары қарай 40 см. Енді біз осыны доғал сызық етіп сызып шығамыз. Міне біздің екінші жағымыз. Бұны да дәл солай доғал сызық етіп сызып шығамыз. Міне доғал сызық етіп сызып шықтық. Осы сызған сызығымызды үстінен резинка тігіп шығамыз. Осындай резинкамызды осындай жіңішке болу керек. Шалпақ түрін алып қоймаңыздар, грубый болып қалады. Осылай тартып тігіп шығамыз. Міне осындай әдемі болып шықты сборкасы. Енді
біз осыған мына центрына жаңағы тауып қойған центрімізді қосып тігіп шығамыз. Осы жағына строчка түсіріп шығамыз. Строчка түсіреміз және оны обработка жасаймыз шетіне. Міне осындай болып шықты. Жақсылап үтіктеп шығамыз. Алдымен біз мынау бүрілгеніміз үлкен болады. Бұны қолмен бүріп шығамыз. Осылай ине мен жіптің көмегімен бүріп шығамыз. Бұл бізде қазір 43 сантиметр болып тұр. Осы резинканың үстімен тігіп шығамыз. Бүлдіртпей, кішкентай қылып тігіп шығамыз. Жақсылап үтіктеп аламыз. Біздің орамалымыз дайын. Ең алдымен осы маңдай жағымызға осыны келіп, бірінші шаштың арқасына түйіп аламыз, желкемізге түйіп аламыз. Одан кейін мына жағы өзі осылай әдем болып тұрады. Видеом сізге пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналымнан тігінге қатысты барлық тақырыптағы видеоларды таба аласыздар.